Жамбыл облысы Шу аудан тұрғындарына Алла разы болсын. Мінекей Төле би ауыл мешітінің алдында тұрмыз. Бұл жерде бауырларымыз Түрк еліне арналған көмек ұйымдастыруда. Егер өз тарапымыздан қаражат шықпай жатса да, онда осы видеоның астында комментарий жазып, жақсы комментарий жазып, лайк басып, поделиться батырмасын басып беріңіздер, ол да бір көмек болар. Дорогие друзья, я нахожусь в селе Толеби Шуйского района Жамбылской области. Здесь наши братья решили организовать гуманитарную помощь для нашего братского турецкого народа. Если по возможности есть, деньгами помогите, продовольствием, вещами. Но если такой возможности нету, хотя бы лайк поставьте, комментарий напишите хороший внизу. И поделиться кнопку нажмите, и это тоже своего рода будет помощь. Мына құрметті бауырлар, Аллах Тағала барлықтарыңызға разы болсын. Мына Түркиядағы болып жатқан зілзалада қиналып жатқан қарапайым халықтар бар, қаншама қиналып жатқан жас аналарымыз бар. Міне сол себептен мына бүкіл Қазақстан бойынша атсалысып жатқан, соның ішінде Жамбыл облысы, Шу ауданы халқы өздерінің азық-түлігімен, киім-кешектерімен қолдарына қандай көмек келеді. Міне құрметті бауырлар, гуманитарлық көмек осы мына нелері бар. Омар бауырымыздың телефоны, міне сайттарда бар. Аллах Тағала барлықтарыңызға разы болсын. Кімде-кім көмектесем десе, біздің осы Шу аудандағы Төле би орталық мешітінің алдында сол жерде жиналып отыр, құрметті ағайын. Барлықтарыңыз атсалысыңыздар. Алла разы болсын барлықтарыңыздан. Алла разы болсын. Қандай заттар мұқтаж керек екен? Көбінесе бұл жерде азық-түлік қой. Киім-кешек, азық-түлік, көрпе жастық иншалла. Кішкене не болып қалды, әлі де бауырларымыз көмектесіп жатыр. Он көріп тұрмын, киім-кешек бар екен, е? Макарон керек, е? Алла разы болсын.